Мына дүниеде көбелекке таңғылған адам, ойлаңызшы, ол Алланы өте құрметтеген адам. Раббым, мынаны қалай жаратқансың дегендей нәрсе. Ойла, жәннатқа қалай таңғалады онда? Мен құс ұшып бара жатады дейді бүйтіп. Субханалла десе болды. Бір кезде ана құс мына жерге қуырылып тұра қалған алдыңызға. Субханалла деген кәдімгі сіздің неңіз болады, кереметтер шақыратын нәрсеңіз болады. Ал қазір оны Алланы разы ету үшін айтамыз біз. Ол кезде оның жаңағы не кереметтерін көресіз. Субханалла деген кезде. Қалай таңғалмайсың? Мысалы, осы дүниеде бүгін ғылымға егер анатомияны салсақ, ғылым бізге адам деген осындай жаратылыс, бұл міндетті түрде әжетханаға бару керек тамақ ішкеннен кейін деген нәрсе ғой енді. Жаңа айтып отырмын ғой, жәннат жоғары ма дейді. Жоқ әжетхана. Әжетхана жоқ. Өйткені әжет өтеу жоқ. Таңғалады ғой сахабалар. Алланың елшісі, сонда тамақ қайда кетті деп. Теріңмен шығып кетеді. Тер шығады. Терді білесіз, тер деген кәдімгі тер ме? Жоқ, аты тер. Заты миск. Миск шығады. Жеген жәннатыңның тамағы миск болып шығып кетеді былай. Немесе бір кекірік шығуы мүмкін. Кішкентай. Хош иіс.